бес арысты кино көріп жаңағы бір жақты көріп жылап еңіреп оқушыларыңызды атап жылап жатсыздар ма? Сол бір жақ қыздың өзі бетіне қалып шыққаны қоғамға қайтып оралады 89 жыл. Күні кеше 89 жылдан 9 жасқа келгенге дейін Ахметтің де, Әлиханның да, Шәкәрімнің аты да жоқ, заты жоқ айтылмайды. Ал мектепте бәйтерек деген айтылады. Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин. Үй олардың өзі 57 жылы ақталады. 57 жылы ақталып, ол қайтадан инерциясын алып қазақ қоғамына келді дегенше бірнеше жыл уақыт кететін адам. Сондықтан бұл 59 жыл Шымкентке келген кезінде ол жерде Советский Союздың кезінде Сталиннің кезінен бастап старший брат деген саясат жүреді. Старший брат деген сөз не? Кремль старший брат болады, қалған 14 республика оның бір айтқанын екі етпейтін, айтқанын екі етсе тәжірибе тиісті шапалақ алатын бір інісі сияқты болып сүмірейіп отырады. Солар келіп тағына ана жерге үстемдік қылып, басқа Алматы, Астанаңызды айтпай ақ қояйын, Шымкентіңізде 64 жылы қазақша оқытады, екі мектеп қойған. Сосын ол жерде де жаңағы адамдар общественный транспортқа мінсе, адамдар ана тілінде сөйлесе, ана старший браттың өкілдері аналардың аузында өткізетін болады. Осы оқиғаның барысында Шымкентке өзбек елі Келес ауданынан дауыс береді. Өзінің туған жері отырады, жұмыс істеп, карьерасын бастаған жер Келес Сарыағаш, өзінің Шымкентке келетін дейді. Келіп тағына ананың бәрін көреді, деп айтатыны болмайды жігіттер. Мен айтқан жергілікті халықтың өліп бара жатқан рухын көтеру үшін Ғани Мұратбаевтың ескерткішін орнатамын дейді. Ал ол кезде облыстың бірінші секретары Макаров деген ол енді шовинизм деген ауру сүйегінің кемігіне сіңіп кеткен, отырады да орнатпаймын деп ұстасады екен. Бірақ ол орнынан кетеді тағына оның орнына Левенцов деген келді. Левенцовпен ол тағы да ұстасады. Енді сіздер қазір уже Ғани Мұратбаевқа деген махаббаттарыңыз почти что сөз тағылар ана тарихты ары қарай қазатын болсаңыздар, мынаның ар жағынан басқа енді оқиғалар болады. Қараңыздар, келесіздер. Мына қараңыздар, мына қызықтар. Не үшін бұл Ғани Мұратбаевқа ол орнатайын деп жатыр? Өзбек әлі тірі кезінде 60-шы 90-шы жылдары жұмыс істеген кезінде мына жақта тұрған адам бұл Құрманбек Жандарбеков, Кәмшар Жиенқұлованың күйеуі 36-шы декадада барып Москваны шулатып, Сталиннің алдында барып, Кагановичтің алдында барып өлең айтатын осы. Бұл баритон дауысы, онда жуан, 100 жылда бір туатын дауыс болған, Брусиловскийға әндерді айтып беретін осы. Оның оң жағында тұрған 87 жылғы қайтыс болған атақты ғалым, профессор, әдебиетші Бейсенбек Кенжебаев. Мына екеуі де сұлулық күрескерлер. Қазір енді айтамын ол жайында. Не үшін Ғаниға келді? Олай болатын себебі Құрманбек Жандарбеков 12-ге келген кезде Совет өкіметі орнатқан бұны жергілікті билік Ташкентке оқуға жібереді. Ташкентке оқуға барса, жасы 12 жасар баланың не бойы жетпейді, сосын институттың директоры айтады, кішкентай баланы оқытпаймын. Ал ол кезде жасы толсын толмасын оқыта беру керек қой енді, маман жоқ мысалға. Білім жетпейді дейді деп оқымаған дейді. Сол кезде Ғани Мұратбаев кіріп қалады ана жерге. Не болды дейді, осыны мына баланы талантты баланы алмай жатыр дейді. Неге дейді? Білім жетпейді. Тұршы өлең айтшы дейді. Тұрады да орындықтың үстіне шығып өлең айтады да, қатты ғашық болып қалады. Түркия үйіне Ғани Мұратбаев алып береді. 2 ай ма 3 ай ма өзінің үйіне отырғызып қойды да, азаннан кешке дейін тегін сабақ береді болады. Өлейін десе ақшасы жоқ. Ақысын не төлеймін дейді. Өлең айтып бересің дейді. Ғани Мұратбаевтың алдында тоқалтам төбесіне шығып Ташкентте ән салатын болған Сәулем айды. Сосын өлең айтып болғаннан кейін болды, бүгінгі есептестік жақсы дейді, арқасынан қалып шығарып салды. 3 айдан кейін бұны Құрманбек Жандарбеков оқыға түсіреді. Түсіргеннен кейін болды, бітті десе оқыға түстім дейді. Сол кезде бұл естелігінде жазады. Ең соңғы сабақ біткен бұны Ғани көкем менің басымнан сипалап отырды, жаным, балам, менің балапаным Құрманбек, міне оқуға түстің, енді азамат боласың, халқыңа қызмет қыл, осылай деп ана батасын беріп отыр. Отырған көкесінің алдында. Өмір жолың ашық болсын деді дағыны. Бетіне көздерін аспанға қадап, Ғани көкем отырып қалды деп естелік жазбай ма? Сол жаңағы бата алып отқан Құрманбектің жасы 12-де, оған бата беріп отырған көкесінің жасы 16-да сонда. Сонда 500 баланы сөйтіп оқып отырған 16 жасар бала. Өзі деген судай білімге ағып тұр. Бұл себептағына осы Құрманбек ана Ғаниға қатты шабыт алып оқып, комсомол ұйымын құрып Шымкентке барып жатқан кезінде 25 жыл 23 жасында Ғани өліп қалады. Сосын бұл тұрақтар мен Ғани көкеме ескерткіш орнатамын дейді дағыны. Елден ақша жинайды, айлығын аванс жаздырып алып, бәрін қосқан кезде тұғырына да жетті ескерткіштің. Сосын онда мен ескерткіш соғатын ақшаны концерт қойып табамын дейді да, бір түнде тоқтамай 100 өлең айтамын деп билет сатып қолдан жасады. Сөйтіп Шымкентте елдің партия жинап алып, қарақпандар несіне өлең айтамын, баритон, дауыс, атақты әнші, бәрі бұны үймелеп келеді. Тоқтамай 7-6 өлең айтқан кезде связка салмақ түспен бұрқыртынан не жарылып кетеді. Содан бұның даусында хейт пайда болады, тұратын себебі запистерін тыңдасаңыздар. Сөйтіп бұл қарсы сатып ақша деп содан бұл Ғани көкесінің ескерткішін орнатамай жүрген кезінде өзбек әлі Левенцовпен төбелесіп, шайқасып, Москваға барып, ақылын құйдырып, алып келіп, ақыры ана ересінің кітапта бар, оны оқисыздар. Орнататтағыны Құрманбек Жандарбекке 69-шы телефон соғып, құреке, бала кезіңіздегі арманыңыз орындалды, Ғани көкемізге ескерткіш орнатты дегенде шындық жерді еңіреп жылайды да, бір жылдан кейін 78 жыл Шымкентте қайтыс болды.